Сәлем құрметті көрермендер, Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Көптен бері жоғалып кеттім. Міне енді жаңа кірісіп жатырмын. Алдыңызда міне көрсеттім. Жаңа егін науқаны желеп басталады. Кейбір жерлерде әлі еккен жоқсыңдар енді. Негізі қанша дегенмен кішкене ертелеу, бірақ та кейбір жай өсетін гүлдер бар. Соларды жайлап егіп бастап жатырмын. Енді бір жағынан мен екпесем өзім сонда қалай тыныштап алмаймын. Үнемі егіп жүрген адамдар түсінер деп ойлаймын. Себебі еккен кезде адам рахаттанады. Bir жағынан жауапкершілік, себебі ол қанша дегенмен өліп қалады. Егіп өсірген нәрсең ол жағынан бір тұқымды ақша деген сияқты. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай ыдыстарды алдым. Мынандай ыдыстарды бір алып қойсаңыздар рахат. Жыл сайын қолдана берсеңіздер болады. Көріп тұрсаңыздар жазу болып жатыр міне. Петуния егілді, одан кейін помидор егілді, әйтеуір. Солай міне жуған өзінде де мына жерлері уже кетпейді. Енді қанша деймін пайдалана бергесін жыл сайын. Уже екінші жыл ма, үшінші жыл ма бұны пайдаланғаныма уже сондай. Топырақты да міне бүгінгі түсірілімде сіздерге цинерария гүлін барлықтарыңызды жаз бойымен түсірілімде көрген шығарсыздар. Қайта сіздерге көрсетіп отырдым. Цинерария болғанда ол гүлдемейді, өздеріңіз көрдіңіздер. Қар тәріздес өте әдемі гүлдердің бірі. Сол жапырағы мен ерекше, яғни күн түскен сайын жапырағы ағара түседі. Соны егіп бастаймын, себебі ол өте жай өседі. Сол себепті кішкене осылай ертерек өсіремін. Басында жақсы өсіп келе жатады, содан кішкене ол тоқтаңқырап қалады. Сол себепті оны жайлап кішкене ертерек өсіріп жатырмын. Тұқымы міне мынандай неде бар. Енді бұны мен жайлап қандай егін көрсетемін сіздерге. Жыл сайын ыссы суға істейтін. Міне көріп тұрсаңыздар, енді қар алдым. Сол қарға қазір қойып шығамын. Мына топырақ дүкеннің топырағы, яғни оған ешқандай мен не салған жоқпын жаңа. Су құйған жоқпын, яғни қар арқылы өзін жаңа салқынға шыдамды қылып. Bir жағынан цинерарияның бір жақсы жері өте салқында ертерек егуге болады. Оны үсіп қалады, өліп қалады деп қорықпайсыздар. Яғни өте салқынға шыдамды. Қара күзге шейін көрдіңіздер, онда қар түскенге дейін әлде не істеп тұрды. Жаңағыдай қар түскенге шейін шыдап тұрды. Яғни семенін алып тұқымды былай егем. Себебі былай шашып жіберсем өзіме де қиын болып кетеді. Сол себепті мына қазір қарды тегістеп осылай салатын боламын. Онымен ондай алып себебім деп не істедім, онымен шыдамым бітіп қалды. Былтырғыдай қанша деймін, қазір биыл уақытым жоқ. Курстарға қатысу үстінде дегендей. Сол себепті осылай шашып тастадым. Бұл әбден сіңеді. Және де жыл жерге қоямыз. Bir 2-3 күнде бастап шыға бастайды, бірақ толығымен шықпайды. Толығымен енді 10 күннен бұйыртса шығып болады. Сізге оны міндетті түрде көрсетемін. Міне қараңыздар. Кез келген гүлді де осылай егуге болады. Ол міндетті түрде цинерария гүл емес, тек қана петунияны да істеуге болады. Жаңағыдай мен көбінесе былтырлары ыссы суды жаңағыдай қайнаған суды бірінші топыраққа құйып алып сөйтіп істеп жүрдім. Ол залалсыздандыру майда шыбындар болмау үшін сол мақсатта ғана құйдым. Биыл енді қармен істеп көріп жатырмын, бірақ қардың бір жаман жері кішкене майда шыбындар солай болады, бірақ суыққа төзімді болады. Сол жерінен өте жақсы. Не істемегесін. Мына жерде сіздерге көрсетейін, қараңыздар. Петуния гүлдеп жатыр. Солай басқа да жайлап енді гүлдер жайлап егіп бастаймын. Енді келесі нені бұйыртса петуния гүліне арнаймын. Каналға жазуды ұмытпаңыздар. Бұйыртса конкурс ұйымдастырайын деп жатырмын. Ұйымдастырсам сіздерге міндетті айтқасын сөзімде тұрам. Бұйыртса как раз осы ертең көктемде егін науқаны басталған кезде міндетті түрде сіздерге орындатамын. Сау болыңыздар.